Ассаламу алейкум, кайырлы күн. Бүгүн новичоктор коётун 4-5 суракка токтоп өткүм келет. Ол сурактар адетте эң башында коюлатын сурактар және көп жагдайда жоопсуз калат. Өйткөнү кичине кыйсынсыз деп айтууга болатын сурактар, оған жооп берүү кыйын. Дегенмен жооп берүүгө тырышып көрөм. Кеттик. Эң биринчи коюлатын сурак мен мында дайындап койгом. Жалпы биринчи коюлатын сурактар ол программист болайынбы, әлде керек эмеспи деген. Негизинде жалпы программист болгон жакшы го. Бул сала болачагы бар сала деп айтабыз. Болачактын саласы убакыт өткөн сайын тек гана дамый беретін, өсө беретін сала, Дегенмен де нақты бір адамга катышты сен программист бол немесе болмай ак кой деп эч ким айта алмайт. Өйткөнү ол жерде эсептелинүү керек факторлор көп да. Сол себепті нақты мына мен программист болайын ба, жоқ па деп сұрағанда эч ким я жоқ деп айта алмайт. Я деп айтса, ол қате болып қалуы мүмкін. Жоқ деп айтса, ол да қате болуы мүмкін. Сол. Енді оның енді жауабын қалай айтамыз? Жақсы көресің ба, жоқ па? Сол ғой. Әркім өзінің жақсы көретін ісімен айналысса, демек оның нәтижесі де мықты, ол алысқа барады. Ал егер айналысып жатқан ісі қанша жерден мықты жұмыс болғанмен, ол істі ол жақсы көрмейтін болса, ол бәрібір алысқа бармайды. Осыған орай мысал келтіріп айтқым келеді. Өз ісін жақсы көретін таксист жігіт, ол өз ісін жақсы көрмейтін программисттен көбірек табады. Кейде болады, мысалға, бір таксисттерге мінесің, мінгеннен түскенің тез болады, тезірек құтылғың келіп тұрады, машина айдағаны да ыңғайсыз, встречкаға көп шығады, көп рисковать етеді, на ходу келеді, шеге салуы мүмкін темекісін, насыбайын атуы мүмкін, әртүрлі мінез көрсетеді, сөз сөйлейді. Бір өз ісін бір ерекше бір жақсы көріп жатқан ынтасы байқалмайды да, әйтеуір ақша тапсам болды, зыңқытып, қалаға зыңқытып, ауылға екі ортада құйқытып отырса болды да. Ал кейде бір таксистке мінесің, обязательно оның нөмірін алып аласың ғой. Баратын жеріңе барам дегенше өзі тақалып отқан кезде жайлап сұрай бастайсың, нөмірін алып аласың, былайынша заказ қабылдайсың ба деп сұрап аласың, ол иә дейді, хабарлассай дейді. Кейін соны звондап салонмен заказбен әрі бері қалаға, ауылға қатынап жүретін боласың, соны мініп. Бұдан не байқайсың? Өз ісін жақсы көретін адам ол мықты деңгейде орындайды. Даже ең қарапайым нәрсенің өзін. Ал өз ісін жақсы көрмесе, ондай адамнан тіпті күрделілерден қайыр күтіп керек емес та, ол қарқ қылмайды. Сол. Демек, болашақта сізден бір пайда бар ма, жоқ па, оны ең бірінші кезекте сол істі жақсы көресіз ба, жоқ па, соны анықтағаннан бастап білген дұрыс. Ұнай ма? Значит, бол, программист бол. Ұнай ма? Айналыс. Ұнамай ма? Ақшасы үшін өз-өзіңді қинамақ қой. Өйткені ұнатпасаң, ол жолда кездесетін проблемалар көп негізі. Ешкім былай хоп-хоп артынан жылы елдерде пляжда жатып алып, күніне 1 сағат жұмыс істеп, ақшаны қырып жату деген ондайға жете қоймайды. Енді екінші сұрақ. Енді ол анықтады деп ойлайық. Программист болғысы келді, ұнайтын сала екенін өз-өзіне анықтады. Иә, мынау маған ұнайды, енді қайсысын оқиын деп сұрайды. Өйткені программирование ол бір ғана бағыттан тұрмайды, бағыты өте көп қой. Ең жиі сұрайды, мысалға, сайт жасайын ба, веб-сайт жасайын ба, әлде мобилка приложение жасайын ба, әлде былай, қазір дата сайенс мықты ғой, сол жаққа кетейін ба деп сұрайды. Оған да нақты жауап бере алмайды ешкім. Өйткені алғырлығын білмейді, білім деңгейін білмейді, қазіргі қандай дайындықта екенін білмейді. Ең басында жүр ма, әлде осы салаға бір пайдасы бар, басқа бір опыты болды ма алдын ала, соны жағын білмегесін шешіп бере алмайды ешкім интернет. Тем более интернет арқылы чаттарда ыңғайыңа қара деп айтады. Көбінесе ыңғайыңа қара дейді. Енді золотая серединасы кішкенеден көру керек нәтижесін. Мына сайт жасайтындар болашақта не істейді, қандай істермен айналысады, мобилка жасаса қалай, сосын кішкене кіріп көру керек, туториалдарын өту керек, бір академический түбінен зерттемей-ақ, былай бас жағын шалып көру керек та. Мысалға, сайт жасау ұнай ма, ұнамай ма, қолымнан келе ма деген сияқты соны білу үшін
хотя бы ана Яндекс Практикум деген сияқты бір қысқа нұсқа секіріп өтетін бір курстарды өтіп көрген дұрыс. Болашақта неме айналысасың, соның шет жағын көру керек. Мобилка болса, мобилканың туториалдарын, дата сайенс деген сондай бір туториалдарды өтіп шамалау керек та. Я мынау менікі, мен айналысатын іс екен, осымен айналысайын деп шешу керек. Сол. Бұны да тек қана өзіңіз шешетін сұрақ. Жауабын ешкім шешіп бере алмайды. Сосын тіпті бір бағытты алғаннан кейін ол HTML, CSS-ті мысалға оқып алды, кейін JavaScript оқып алды, мысалға сервер жағын оқитын кезде қай тілді таңдайын деп деді. PHP ма, C# па, Java ма, Python ба деген сияқты әртүрлі тілдерді айтады да. Дұрыс жауабы, программист болу үшін тіл үйренбеу керек, программирование үйрену керек. Нағыз программирование, нағыз программированиенің білімі ол тілге байланбайды. Ол дұрыс код жаза білу деген сөз, дұрыс код жаза білу, мәселені дұрыс талдай білу, структурадан дұрыс құра білу және приложение архитектурасын дұрыс құру деген сияқты. Бұл тілге байланбайтын нәрсе. Ол ең қарапайым. Тіпті ол HTML-мен жұмыс істеп жатсаң да басталады. Сол дағды айнымалыларға дұрыс ат қою. Мысалға, CSS класстарға да дұрыс ат қою керек, тегтерді де дұрыс жазу керек, орнымен қолдану керек. То есть, әр құралды өз мақсатында қолдану керек. Әрбір өзің жасаған іс басқаларға түсінікті болу керек. Барынша тиянақтылық деген. Сосын ООП үйрен, функциональный программирование, сол сияқты андай негізгі догмаларды үйренуге тырысу керек та. Әрине, оны қандай да бір тілмен үйренесіз. Мысалға, ең бірінші тіл ретінде JavaScript алуыңыз мүмкін. Сол JavaScript арқылы функциональный программирование деген не, соған кірсеңіз болады, Мысалға, C# үйреніп бастаған болсаңыз, ООП деген не, соны жақсы үйренсеңіз болады. Сол тілмен бірге дамыта отырып. Бірақ әрдайым программирование үйреніп жатқан кезде суть андай әрбір оператордың не үшін керек екенін, қандай мәселелерді шешетінін, қалай қолдану керек екенін, соны үйрену керек та. Андай, қалай айтсам екен, синтаксиске емес, мақсатына көңіл қою керек. Солай өсу керек. Ол тілге қатты бір байланбайтын нәрсе. Сосын кез келген бір тілді мықты үйреніп алған адам, ол басқа тілдерге де жеңілірек өте бастайды. Бірақ тілден тілге ауысатын болсаңыз, бас жағында C++ біліп алған болсаңыз, ол басқа тілдерге өте оңайырақ болады деп ойлаймын. Чем мысалға жоғарғы тіл деген кезде қайсы енді көбінесе Python еске түседі ғой. Әуелі Pythonды оқып, сосын C++ оқитын болсаңыз, біраз қиналатын шығарсыз. Керісінше болса, мысалы, әуелі C++ біліп алсаңыз, одан кейін JavaScript-ке де, C#-қа да, Java, Python-ға да, қайсына болса да ауыса аласыз. Сол себепті қандай тілден бастайын дейтін болсаңыз, оны да өзіңіз қараңыз. Сәл-сәл шығып көріңіз, қайсысы ұнайды дегендей. Қатты бір тірелетін сұрақ емес. Бірақ мен өзім JavaScript-тен баста деп айтушы едім. JavaScript-тен немесе C++-тан. Егер уақыты көп болатын болса, академический білім алып, былай 1 жыл, 2 жылын бере алатын болса, енді 1 жыл, 2 жыл деп мен қатты айтып жүрген шығармын. 1 жылға дейінгі уақытша, егер мықты үйренем деген адам болса, күнде үйренем деген адам болса, 1 жылда енді өте көп нәрсені білуге болады. Өте көп нәрсені. Тіпті кейбіреулер 2 айда деп айтып жатады. Енді ерекше бір алғыр болса, ол да рас шығар деп ойлаймын. Ол да. Мен өзім кезінде C#-ты 2 айда үйрендім десем болады. Ең негізгі қағидалары, ең негізгі мүмкіншіліктерін 2 айда үйреніп, ары қарай жұмыс іздеп, жұмысқа тұрып бастаған. Сосын жаңа айттым ғой, тілге байланбау керек деп ше. Тілге байланбай, одан да нағыз программированиенің түсінігін бойға сіңіру керек деп ше. Бірақ екінші жағынан қай тілді қолға алдыңыз, сол тілдің хас шебері болуға ұмтылу керек. Ана тілді әрқайсысын басын шалған дұрыс емес.
бір тілмен уже бастадыңыз ба, мысалға проект бастаған болсаңыз, тіпті немесе жұмысқа тұрған болсаңыз, иә, junior болып, болды уже әрі-бері секірмей, сол бір тілді мықты біліп алу керек. Қыр-сырын біліп алу керек. Ол тілдің басқа тілден айырмашылығы қандай, басқа тілдерден артықшылығы қандай, кемшілігі қандай, ішінде қандай тек қана осы тілде бар фичалар бар деген сияқты. Вот сол. Сосын төртінші сұрақ ол кейде төбеден түскен сұрақтар қойылады ғой чаттарда. Маған емес енді, бір чаттарда отырып қарап отырасың ғой сыртынан, кім қандай сұрақ қояды деп. Сол кезде чатта кейбіреулер брат маған көмектесші деген сияқты танымайтын бір адамға солай деп айтып отырады да. Сен айтып отыр, мен істеп отырамын деген сияқты. Ол өте несерьезно көрінеді негізінде. Адам олай адам таппайтын сияқты, көмектесетін адам таппайтын сияқты. Ол өзі шұқыланып бастау керек, ол өзі сәл болсын орнынан жылжу керек. Сол кезде бір сұрақтар пайда болады ғой. Сол кезде нақты сұрақ қойса, чаттан әлдеқайда тезірек көмек алады. Кейбіреулер мысалға әдейі жауап бермейді. Нақтылығы жоқ сұрақтарға жауап бермейді, себебі оның әңгімесі көп, оны ар жағынан ол үшін зерттеп кетесің, не қолданып жатсың, там қандай жағдайда былай болды, неге осы сұрақ деген сияқты. Ол үшін мықты кіріп кетеді да, қаншама уақыттың соры болып шығуы мүмкін. Ең соңында анау қатты бір қызықпайтын бір адам болуы мүмкін. Жоқ, брат, мен там жұмысым бар, просто әшейін қызығып сұрап жатқаным ғой деген сияқты. Сол жалпы айтқым келгені нақтылығы жоқ сұрақтарымен ментор таппайды ешкім. Адам өзі жылжу керек. Ол жауапкершілікті әрдайым өзінен бастау керек. Өзіне жауапкершілік алады, сосын содан кейін бар көмек сұрайды. Әйтпесе ешкімнің жағдайын сүйреп беріп отырмайды. Енді осы жерде де золотая серединаны ұмытпау керек. Кейде новичоктарға осындай сөз айтсаң, адам өз жағдайын өзі басқару керек қой, ол жауапкершілік өзінде болу керек, өз үшін оқып жатыр ма, өзі іздену керек, гуглить етпей жатып басқа біреуден сұрау деген дұрыс емес деп айтсаң, ол бір шектен бір шекке ауысып кетеді да, батып кетеді. Ештеңе сұрамайды, өзі қазып жатыр, экскаватор қазып жатыр, бірақ дұрыс направлениеде қазып жатыр ма, оны білмейсің да. Ол кезде лучше бір-екі сағат шұқылап әбден шықпағаннан кейін лучше сұраған дұрыс. Даже бір-екі сағат емес, бір жарты сағат шұқылап көрдім, түк шықпаса сұрауға болады. Мен былай іздеп көрдім. Ең идеальный сұрақ ол мынандай сұрақ. Мен мынандай нәрсемен айналысып жатырмын. Осылай істеп келе жатыр едім. Мынандай жағдайда мынандай қате шығып қалды, немесе мынандай жағдайға келген кезде не істеу керек екенін білмей тұрмын. Сосын күшті бір не қылып жүрсе болады, сұрақ қойған кезде, алай дәмдеп тұздап жүрсе болады. Қалай деп гуглить етейін деген сондай бір сұрақ сұраған адамға опытный адамдар көмектескісі келіп тұрады. Өйткені нағыз андай қалай айтсам екен, бір өзінің интересі бар, бір жанып тұрған адам болып көз алдына елестейді да, ондай адамдар ше. О, мынау қызығып тұр ғой, сен гуглдан былай ізде деп оған айтып жібереді. Сосын дәл сол адам 5-10 минуттан кейін таппадым десе, жаңағы адам көмектесіп жіберуі мүмкін ары қарай. То есть өзінің интересің бар екені көрініп тұр ма, значит, чаттағы көмектесу мүмкін ау деген адамдар олардың да интересін оятып жібереді да, көмектесуге деген. Сол чаттарда жалпы мәдениет сақтау керек. Енді IT деген енді өзімізше интеллигенциялардың саласы деп айтып қоямыз ғой. Енді асып бара жатқан ештеңесі жоқ енді. Просто айтқым келгені чаттарда барынша мәдениетті сұрақ қойған адам барынша жауап тез алады және көп көмек ала алады комьюнитидан ше. Ал сөйлеген сөзі түйеден түскендей болып жатқан адам ол қарапайым сұрақтарға да жауап ала алмай қалуы мүмкін, тіпті біреулер біліп тұрса да ше. Лично мен өзім сөйтемін. Мысалға кейде чаттарда отырасың, біреулердің әңгімесі тік болып жатыр ма, оның сұрағына жауап бергім келмейді. Мен үшін ол игнорда. Өйткені уақыттың соры да ондай адаммен сөйлескенше, уақыттың соры.
тіпті бірдеңе міндет болып қалуы мүмкін оның алдында, бірдеңе кінәлі болып қалуы мүмкін. Оған уақыты мен жүйкеңді тоздырғанша өзімен өзің отыра берген жақсы үндемей. Сосын соңғы бір сұрақ, ол тегін үйренейін ба әлде курстар өтейін ба деп ше, сондай сұрақтар қойылып отырады. Адамның өзіне байланысты бұл да. Бұл да ешкім нақты дұрыс жауап бере алмайтын сұрақ. Неге? Өйткені тәртіпке байланысты бірінші кезекте. Егер де адам тәртіпті болса, күнделікті қандай да бір уақытта осы программированиемен айналысуға арнайтын болса, иә, қыдырып кетпей, тастап кетпей, екі ортасын үзіп жібермей, иә, ол адам тегін материалдармен ақ біраз жерге бара алады. Ал егер не болса, ондай бір несі жоқ болса, тәртібі жоқ болса, может төлеген жақсырақ шығар. Өйткені қандай да бір жауапкершілікке байлайды да, андай арзанның дәмі татымас дейді ғой. Ал ақша төлеп қойса, өзі үшін оқиды. Өйткені бір кісі маған мысал келтірген еді. Сен курстарыңды неге тегін қыласың? Тегін қылма, тегін қылсаң, ол уже обречен на провал деп ше, сенің ісің алға баспайды деп. Неге десең, өйткені адамдар тегіннің құнын білмейді деп. Мысалға 11 жыл үкімет тегін мектепте үйретіп отыр ғой, иә? Одан кейін 4 жыл универде оқытады. Неге соның барлығы мықты болып шықпайды? Өйткені техникалық тұрғыдан қарастырсаң, керек нәрсемен қамтамасыз етеді ғой үкімет. Кітаптар бере ма? Береді. Кітапханалар бере ма? Береді. Ішіне кіріп, оқитын нәрсені оқи аласың ба? Иә, оқи аласың. Жататын общагаң тегін ба? Иә. Енді стипендия кішігірім болса да беріп тұра ма? Иә. То есть студент мысалға 4 жылдың ішінде, ол өте үлкен срок та, 4 жылдың ішінде мықты маман болып шыға алады негізінде. Не жетпейді, таяқ жетпейді да. Артынан қамшылайтын ештеңе жоқ болғасын, ол жайма шуақ рахаттанып жүре береді да. Тегін арзанның дәмі татымас деген сол. Сондай кезде енді все-таки ақылы оқыған дұрыс. Адам өзі анықтайды. Мысалға ағылшыншаңыз мықты болса, ағылшыншаңыз мықты болып, шетелден кітаптар тартып алып, көшіріп алып, оқи алатын болсаңыз, өз бетіңізбен, ол вообще күштісі. Егер сатып алып кітап оқитын болсаңыз, вообще күшті. Мықты сапалы құрылған кітаптарды чаттарда жұрттан сұрап алып, мен кітап оқиын деп едім, қай кітапты оқиын, мынандай программист болғым келеді, мынандай бағытқа қандай материал дұрыс деп сұрап алып оқып отырсаңыз, значит, жақсы келе жатсыз. Ақылы курстарға барып керек те емес шығар. Осы 5 сұрақ жауап берейін деп шештім бүгінге. Өйткені чаттарда көп көресің. Біреуіне бірдеңеде жауап беріп қалсаң, личкаға да осы сұрақтар қойыла бастайды. Программист болайын ба, болмайын ба, қайсысын оқиын, сайт жасайын ба, приложение жасайын ба, PHP үйренейін ба, Node.js па, әлде екеуі де бычыт па, питонмен білейін ба деген сияқты. Сондай сұрақтар көп келеді. Енді әркім өзінше қорытынды жасар деп ойлаймын. Енді бастап отқан адамдар үшін пайдалы ақпарат шығар деп ойладым. Немесе бастағысы келіп жүрген адамдар үшін. Жақсы. Қараған болсаңыздар, барлықтарыңызға рахмет. Сау саламат болыңыздар. Қызық болып жатса, технический сұрақтарға да жайлап тоқтап көрермін. Ең жиі қойылады ау деген сұрақтарға. Жақсы.